Ассалаумағалейкум достар, қал жағдайларыңыз қалай? Амансыздар ма? Пайда KZ YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі сіздерге көрсетейін деп отқаным WhatsApp жайында болады. WhatsApp туралы. Яғни WhatsApp біз күнделікті WhatsApp статусын ашып отырамыз. Ондағы өзімізге ұнаған фото немесе видео болуы мүмкін. Соны қалай жүктеп алуға болады? Сол жолдарын көрсететін боламын. Және бізге белгілі WhatsAppта өшіріліп қалған SMS хабарламаларды біз оқи алмай қалып жатамыз. Яғни екінші бір адам жазып, кейін өзі өшіріп тастайтын болса, бізге көрінбей қалады. Ол өзі өшірсе де бізге көрінетіндей болып тұру үшін Play Marketте бір керемет приложение бар. Соны сіздерге барлығын көрсетемін. Және екінші бір көрсетейін деп отқаным, өзіңіздің телефон галереяңыздағы фото немесе видео болуы мүмкін. Оны байқаусыздан өшіріп алған болсаңыз, оны да қалпына келтіруге болады. Соның барлығын сіздерге көрсетемін. Видеоның соңына дейін көріңіздер, қараңыздар. Ұнаса лайк, ұнамаса дизлайк. Каналыма жазылмағандарыңыз болса, каналыма жазылыңыздар. Бұл жерде өздеріңіз біле бермейтін телефонға қатысты пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Сол себептен каналыма жазылып алыңыздар. WhatsApp статусындағы фотоны өзіңізге ұнаған немесе видеоны жүктеу үшін WhatsAppта келген SMS, өшіріп қалған SMS хабарламаларды қалпына келтіру үшін Play Marketке кіріп іздеу бөліміне recover delete деп жазатын болсаңыздар, сіздерде алдарыңыздан осындай приложение шығатын болады. Оны жүктегеннен кейін ашасыздар. Ашқаннан кейін сіздерде де осындай тап болады. Сол жақ жоғары жақтағы үш сызықшаны басатын болсаңыздар, бұл жерде жалғыз WhatsApp емес, Viber, Telegram, Instagram қойсаңыздар да болады. Яғни осы сәл жылыстатын болсаңыздар, мына жерде өзіңіз өшірсеңіз де, ол жазып жатқан адам өшірсе де, фото, аудио, видеолар осы жерде сақталып тұрады. Сәл тағы жылыстатын болсаңыздар, бұл жерде WhatsAppтағы фото, видеолар көрсетіліп тұрады. Осы жерден жүктеп алуға болады. Міне осы қазір сіздерге көрсетейін, тексерейік бірге. Отты басайық. Лайк. Маған келді міне. Енді бұны бәрімізге таныс жағдай, бір кейде өшіріп, SMS хабарламаны өшіріп қалып жатады осылай. Кім не жазды екен деп отырамыз, сосын білмей. Міне, енді жаңаға көрсетіп отқан приложениеден барып тексеретін боламын. Мына жерде тұр, міне жазғамын, кейін өшіріп тастап едім. Бұл жерде де ол жақтан өшірілсе де, мына жерде өшірілмей тұр. Міне, осыны пайдаланыңыздар. Пайдасы бар приложение. Және де бір көрсетейін деп отқаным, міне ең бірінші тұрған восстановление, удаление файл деп тұр ғой. Осыны жүктейтін болсаңыздар, өздеріңіздің бағана айттым ғой, телефоныңыздағы фото болсын, маңызды бір байқаусыздан өшіріп алған видео болсын, осы приложениені жүктеп орнататын болсаңыздар, сол өшіріп қалған фотоларыңызды қалпына қайтадан келтіріп береді. Міне, бұл қалай жұмыс жасайды, қараңыздар. 100% нәтиже бар, мен тексеріп көрдім. Осы достар, жалпы сіздерге көрсеткім келген. Facebook'ты осылай қараңғы бөлімге қалай қоюға болады, және де басқа да бір приложениелер бар, оның барлығын осылай қараңғы бөлім, яғни темасын қалай өзгертуге болатын жөнінде сіздерге көрсететін боламын. Күтіңіздер. Сау саламатта болыңыздар.